Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің аты жөнім Сабабекова Диана. Мен сіздерге бүгін математика пәнін түсіндіретін боламын. Біздің сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге Гете деген жазушының сөзін дайындап қойдым. Оны оқып берейін. Біліп қана қойған аз, оны пайдалана білу қажет. Қалап қана қойған аз, оны жасау қажет. Яғни Гете жазушысының бізге айтқысы келгені, сіз меңгерген жаңа білімді міндетті түрде практикада, яғни есептерді шығару кезінде қолдана алуыңыз қажет. Ол үшін сабақта мені жақсы тыңдаңыздар, ал сіздерге сәттілік тілеймін. Ал енді біз сабағымызды өткен сабақты қайталаудан бастаймыз. Мен сіздерге бірінші есепті дайындап қойдым. Назарымызды аударайық. Мен сізге берілгенін оқып берейін. Оқушылар үйінде жас ғарышкерлер үйірмесі ашылды. Әр қайсысынан 2 данадан 2 түрлі телескоп сатып алынды. Телескоптың бір түрінің бағасы 78.900 теңге. Егер барлық саудаға 371.800 теңге төленген болса, онда телескоптың екінші түрі қанша тұрады? Балалар, сіздер осы есептің берілгенін қысқаша жазып, шешу жолын көрсетуіңіз керек. Жауабын тексеріп көрейік. Сіздер міндетті түрде берілгені жазуыңыз керек болды. Берілгені бірінші телескоптың бағасы 78.900 теңге, екінші телескоптың бағасы белгісіз. Барлығы 371.800 теңге. Шешуіне келетін болсақ. Шешуі. Біздің есебіміз 3 шамаудан тұрады. Бірінші, 78.900 бен 2-нің көбейтіндісін 371.800-ге азайтамыз. Үшінші амалымыз жақшаның сыртында тұрған бөлу. Сіз амалдар мен шыққан мәндерін өзіңіз тақтаға қарап тексере аласыз. Ал жауабы сізде екінші телескоп 107.000 теңге тұрады деп жазылуы қажет. Өзіңізді тексеріп шығыңыздар. Балалар, сендер тапсырманы орындап болдыңдар. Енді өздеріңді орташа, жақсы немесе жарайсың деген бағалармен бағалап кетіңіздер. Ал біздің тақырыбымызды ашу үшін мен сіздерге мына 2 сөзді дайындап келдім. Қазір сіз осы equation және комплекс equation сөздерін сөздіктер немесе ұялы телефондар арқылы аударып, біздің тақырыбымызды ашасыздар. Балалар, сендер дұрыс таптыңдар. Equation деген сөзінің аудармасы теңдеулер, ал комплекс equation дегеніміз ол күрделі теңдеулер. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңдеулер, оның ішінде біз күрделі теңдеулерді қарастырамыз. Ал сабағымыздың мақсаты күрделі теңдеулерді шешуді үйренеміз. Ал осы тақырыпты бастамас бұрын біз бейнебаянды тамашалап, теңдеулер тақырыбын есімізге түсіріп алайық. Теңдеудің түбірін табу үшін қосудың, азайтудың, көбейту мен бөлудің компоненттерінің өзара тәуелділік ережесі қолданылады. Теңдеудің түбірін табу үшін осы ережелерді есімізге түсірейік. Бірінші мысалда теңдеудің түбірін табу үшін белгісіз қосылғышты табуымыз керек. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайту керек. Екінші мысалда теңдеудің түбірін табу үшін азайғышты табу керек. Белгісіз азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосу керек. Теңбөлгішті табу керек. Белгісіз бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлу керек. Балалар, сендер бейнебаян арқылы теңдеуді шығару жолдарын есіңізге түсірдіңіздер. Енді күрделі теңдеу ережесімен танысайық.
Күрделі теңдеулер екі немесе одан да көп арифметикалық амалдардан тұратын теңдеулер. Бұл ережені өздеріңіз оқып, естеріңізде сақтаңыздар. Енді мен сіздерге жаңа тақырып бойынша мысалдарды түсіндіріп өтейін. Сіздер естеріңізде сақтаңыздар. Назарымызды бірінші мысалға аударамыз. 5 пен y-тің көбейтіндісінің 10-ға азайтындысы 15-ге тең болады. Бұл жерде 5 пен y-тің көбейтіндісі бізде белгісіз азайтқыш, 10 бізде азайтқыш, 15 бізде айырманың мәні. Бұл теңдеуді шығару үшін біз азайтуны шығару ережесін есімізге түсіреміз. Егер бізде азайтқыш белгісіз болса, біз айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Демек, 5 пен y-тің көбейтіндісі тең болады 15 пен 10-ның қосындысына. 5 пен y-тің көбейтіндісі 25-ге тең. Бұл теңдеуді шығару үшін біз көбейтіндіні шығару ережесін есімізге түсіреміз. Егер екінші көбейткіш белгісіз болса, біз көбейтіннің мәнінен бірінші көбейткішті бөлеміз. Демек, бізде y тең болады 5-ке. Тексеріп шығайық. Y-тің орнына біз 5-ті қоямыз. 5 пен 5-тің көбейтіндісі минус 10 тең болады 15-ке. Яғни 5 пен 5-тің көбейтіндісі бізде 25. 25 пен 10-ның азайтындысы 15. Демек, 15 тең 15. Балалар, мен сіздерге жаңа тақырыпты түсіндіріп болдым. Енді мен сіздерге көрсеткен мысал бойынша мына есепті шығарып көріңіздер. Бұл есеп арқылы сіз білімдеріңізді қорытындылайсыз. Мен сіздерге оқып шығайын. Біздің теңдеуімізде 500 пен x қосылған 140-тың қосындысы 2056-ға тең. Бұл теңдеуді шығаруға мен сіздерге уақыт беремін. Сәттілік тілеймін. Енді жауабымызды тексеріп шығайық. Бізде 500 бен x қосылған 140-тың қосындысы 2056-ға тең болады. Қосындының ережесіне сай бізде екінші қосылғыш белгісіз болса, қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Демек, x пен 140-тың қосындысы бізде 1556-ға тең болады. Келесі қосындының ережесіне сай бірінші қосылғыш белгісіз болса, біз қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Демек, x бізде 1416-ға тең. Тексеруді орындап, x-тің орнына 1416-ны қоямыз. Сонында бізде 2056 мен 2056 бір-біріне тең болады. Оқушылар, өздеріңізді тексеріп шығып, 5 балдық жүйе бойынша бағалап шығыңыздар. Балалар, сіз өзіңізді әділ бағаладыңыз деген сенімдемін. Бірақ егер сіздің бағаңыз 5-тен төмен болып қалса, ештеңе етпейді. Сіз әлі де өзіңіз жұмыс жасап, үйрене аласыз. Сіз енді шаршап қалған шығарсыз, сондықтан біз сіздермен сергіту сәтін орындаймыз. Ол үшін мен сіздерге жұмбақтар жасырып қойдым. Қане, назарымызды тақтаға аударайық. Аты оның тәтті жеміс есіміндей, жемісі халқының мол несібендей. Білмесем бұл қаланы, онда сенің қалады қателігін кешірілмей. Бұл Қазақстанның қай қаласы деп ойлайсың? Жарайсың, сен дұрыс таптың. Бұл Алма-Ата қаласы. Келесі Қазақстанның қаласын тауып көр. Тобыл өзенінің оған Әбілсай деген сала құятын биік жарқабақты террасалы жағада орналасқан қала. Бұл Қазақстанның қандай қаласы деп ойлайсың? Иә, бұл біздің Қостанай қаламыз. Жарайсың.
Балалар, біз жаңа ғана Қазақстанның қалалары, оның ішінде Қостанай қаласы туралы жұмбақтарды шешкен болатынбыз. Бірақ біз білеміз, біз қандай қалада болмасақ та, күнделікті өмірде математика бізге қажет. Мысалы, біз дүкенге барған кезде сатушы бізге калькулятор арқылы есептеп береді. Сондықтан біз де өзіміздің есебімізді калькулятор арқылы есептейміз. Ол үшін сіздер қарындастарыңызбен немесе ағаларыңызбен жұптасып бұл есепті орындай аласыздар. Мен сіздерге уақыт беремін. Балалар, енді жауаптарын тексеріп шығайық. Ол үшін, мысалы, сіздер жұппен жұмыс жасаңыздар, дәптерлеріңізді ауыстыруыңызға болады. Есептердің қасына плюс-минустарды қойып санап шығыңыздар. Балалар, жарайсыңдар. Сіз өздеріңізді тексеріп шықтыңыздар. Егер бірнеше қателеріңіз болса, мұнаймаңыздар. Келесі тапсырмада сіз өзіңізді жақсы көрсете аласыз. Ол үшін штрих-код арқылы тапсырмаға өтіңіз. Ол Learning-Apps бағдарламасында орындалған. Бұл тапсырманы мен 3 дескриптор бойынша бағалаймын. Бірінші, теңдеудің таңбалары дұрыс орналасқан. Екіншісі, теңдеу дұрыс құрастырылған. Үшіншісі, теңдеу дұрыс шығарылған. Бағдарламаға кіру үшін телефондағы камераға немесе QR-код бағдарламасынан штрих-кодты сканерлейміз. Кейін бізде тапсырма шығады. Берілгені сізге оқып шықса, теңдеуді құр, оны шеш. Берілгені бойынша Айна бір сан ойлады, оны 16 есе кемітті. Шыққан санды 15473-ке арттырып, 27857 санын алды. Айна қандай сан ойлады? Осы берілгені бойынша сіз теңдеуді шығаруыңыз керек. Бос орындарға сіз тиісті таңба мен сандарды қойып, теңдеуді құрап, оның мәнін табуыңыз керек. Сізге сәттілік тілеймін. Балалар, енді теңдеуімізді тексеру үшін экранға мұқият қара. Балалар, егер сізде теңдеудің түбірі 198.144 шықса, демек сіз дұрыс таптыңыздар. Енді өзіңізді 3 дескриптор бойынша бағалаңыздар. Егер үшеуі дұрыс болса 3, екеуі дұрыс болса 2, біреуі дұрыс болса 1 шапалақ соғыңыздар. Балалар, сендер есепті тексеріп болдыңдар, жарайсыңдар. Енді біздің сабағымыз да аяқталып қалды. Осы сабақта белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздің сұрақтарыңыз болса, егер сіз әлі бір нәрсені түсінбей қалсаңыздар, маған жазуыңызға болады. Немесе интернет желісі арқылы қосымша ақпаратты іздеп қарастырыңыздар. Рахмет, сау болыңыз.